Ассаляму алейкум, хурматлы серджилер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін апрельнын 25-ші жума акшамы күні. Бұл сізлерге дүнияда ве Украинада олып кечкен вақалары қында тариф етмеге азырмыз. Украин тілі девлет тілі юқары рада Украин тілінің девлет тілі оларақ тәминленілмесіне даир қанунна қабыл етті. Канун ресми шахысларына ве ичтимаи саат емселжелерана Украин тілінен файдаланмаға вазифелендіре. Канун тек эвде құнышмаларға ве дини мерасимлерге тарқалмай. Девлет қызметінде олғанларының тіл севесі девлет тілі стандартларындан милли комиссиянен тешкірележек. Тілні өгренмек яда инкишаф әттірмек үшін 3 ел муддет берілі. Тілінің мақсыз базылуы үшін мемуриме сүлиет 5000 гривналық яда $187 жүре мелер тайынлене білежек. Ишғал етілген Қырымда Кенеде тынтувлер саба Русия құветчілері маскаларда Қырымфали Делевер Алимовның евінде тынтув кечірділер. Тынтувден сон Алимовны бөлікке шатлық сұрғыға чекмек үшін алып кеттілер. Тынтув вақтында шат олмаға істегенлеріні ебермеділер. Құветчілерінің айтқанларына көре, оларының кенді шатлары бар екен. Его увезли в отделение. Оны бөлікке алып кеттілер. Якынларының айтқанларына көре, оны якаламадылар. Садеже шатлық сорғуға чекмеге естейлер. Тынтув протоколыны қалдырмадылар. Қырым ақиқаты ишғалжелерінің зытына тыйды. Бөле хуляса Киевде халк огунде мунақашада чықарылды. Мирасим мыстецкий арсеналда Қырымның ажайып икеелері сергі черчевесінде кечті. Да бір себеп Қырым ақиқат муаририетінің 5 йыллығы олды. Украин жемиеті ве Қырым бұл мунақашаның эсас мевзусы еді. Мы решили напомнить о том, что Крым нуждается. Қырым малюматқа ве ЭНСС диалогқа мұқтаж алғанını хатırlatмақ істедік. Чүнки егер хастаханеде якынлары элак олса, еваны боссалар яда, еванды тынтувлер кечірселер, олар кимден ярдым сұрайжақ. Бүгін япачағымыз ше кележегімізді насыл көргенімізді шекелендірмек. Ве біз ичади инсанлар доғру енліште инкишаф етмек үшінде япа білежегімізді анламақ керек. Латвия сеймінде Қырым татар миллетінің сүргүніні геноцид оларақ таныды. Латвия Шураның тыш ишлер комитеті бөлі бей иланны қабул етті. Бұқта Латвиядаки Украина елчілігі хабер еті. Бұндан әвел Қырым татар милли меджлис рейсі Украина елчісінен бераберлікті Латвия сеймінің рейсінен Инара Мурницінен көрішкен. Бұндан да Хайры Чубаров сеймінде отырышқанда иштирак етті. Донбасста кечкен 24 саат içinde bir Украин арбии яраланды. Русия жгалжелері 14 кере атеш açtı. Bunun beraberlikte 8 кере Минск anlaşmalarının yasaklanған siladan. Mudafa nazirliginin malumatına göre boyevikler Novozvanovka civarındaki Ukrayna noktalarına 4 кере артиллериядан urgan. Mina toplarından ise Troitskaya, Popasnaya, Şuy ve Nikolaevka noktalarına ucum etkenler. Başka sınırlarda граната топлары ve büyük kalibrli pulemyotlar işletilgen. İstihbarat malumatına göre düşman tarafından 2 adam helak oldu, 3'ü yaralandı. Geceden Donbassta 6 kere ateş açılgan edi. Луганскин ылшынде ишгалжелер Ярымсат içinde Крымский Хоров нықталарына 10-ға якын мина чықарды. Bundan хайры граната топларından ateş açıldı. Donetsk ылшынде ишгалжелер Гнутова civarlarına granata at. Lebedinski ve Talakivka yanında büyük pulemyotlar BMP ise Pavlopil tarafına ateş açtı. Ukrayna harbiyleri arasında kimse zararlanmadı. Украина шарқында арби әрекеттерінің иштиракчылары ве ветеранлары халық депутатларына мұражат етіп, Украин тілінің девлет тілі оларақ теменленілмесіне даир қанунға қол тұтмаға чағырдылар. Видео мұражат Украина ветеранлар әрекетінің Facebook сәйфесінде ерлештірілген. Хусусан арби қызметчілер тілі бұл Украин халқының тимсали олғанына ве женкте Украина құруйжылары бұл тіліні қорчалап аятыны бергенлеріні хатырлаттылар. Біз Украина ветеранлар әрекеті оларақ бұл қанунған қол тұтқаныңызны талап етеміз. Тіл devletінің темсалидер. Бізім қардашларымыз Донбасста бұл тіл үшін женклешті, женклеше ве женклешежек.
Украинаның вақтын жел хақ етілген топрақларында майыз байрамларындан сон Русия весиқаларының беріліп башланмасы мүмкін. Боқта юқары рады векелеетлесінің Луганск ве Донецк велеетлерінде инсан ақларындан темселжесі Павло Лисянский хабері етті. Оның сөзлеріне көре Луганск ве Донецк велеетлерінде ишғалжи мемориетлер бұна азыр. Владимир Путиннен имзаланған бұйруқ исе оларға весиқалар берілмесіні башламаға ел бере. Бұндан ғайры Павел Лисянскийнің білдіргеніне көре, Русия паспортларының алынмасы үшін тәшвиқат 2 елдан берлі девам еті. Украина ватандашлары Русия паспортыны алмақ үшін ариза язмаға давет етіле дәве. Бұ аризалар әсасында жедвелер тізілді деп қайдетті о. Devlet müesseseleri için satın aluvlar artık internette de yapılabilir. Yanaletni Prozora platforması başlattı. NDD'n $7.000 ustun olmagan satın aluvlar için kıyın tender proseduraları gerekmey. Başlangıç leyha çokusu allarda küçük partiyalarının alıngan tipik mallardan ibaret. Olar arasında bilgisayar ve server tertibatları ya da ofis aletleri. Bundan gayrı online market vasıtasıyla hastahaneler ilaçda сымарлап olacak. Bizim tıbbi müesseselerimiz böyle bir Ukrayna Amazon'un kulabilecekleri bizni kovandıra. Kırıp gerek olgan şeyini sımırlamağa mümkün. Mesela antiseptik, şritzler, bind, bazı ilaçlar. İşte hastahane için gerek olganını kırıp alasın. Başta böyle şeyler çok para almay dep düşünedik ama regionlarda satın aluvlarının 61% pek pahalı olup çıka. Amerika Birleşken Devletleri'nin 47. vice-prezidenti Joe Biden 2020 senesi geçecek Amerika prezident saylavlarında iştirak edeceği hakkında ilan etti. Boqta o Twitter'da yazdı. Biden devlet başlığı vazifesinde 20. namzet oldu. O 1998 ve 2008 seneleri Demokratik Firqa adından prezident saylavlarında iştirak etuvge iddia etken edi. 2009-2017 seneleri arasında ise Barack Obama prezidentliginde vice-prezident vazifesini algan edi. Amerika prezident saylavları gelecek senenin noyabr 3'ünde geçecek. But if we give Donald Trump 8 years in the White House, Eğer Donald Trump'a da 8 yıl bersek, o bu milletini yani bizni tamırdan değiştirir. Ben çette durup buna rahat bakamayım. Milletimizin esas digirlikleri dünyada yerimiz, serbestligimiz ve Amerika yapkan her şey. Onun için bugün özümlü prezident namzeti dep ilan ettim. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Dadachi haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, o'zingizga muqayt olunuz, sog'liqnen qalınız, ko'rishguncha.